Баршаңызға сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жазды күні шөлді басатын турецкий лимонадтың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге 2 литр су, құмшекер, 2 апельсин және 1 лимон қажет болады. Құмшекерімізді судың ішіне салып, кішкене араластырып ергенше күтетін боламыз. Одан кейін апельсиніміздің жарты цедрасын теркіден өткізіп аламыз. Лимон мен апельсиннің цедрасын алмас бұрын қайнаған суға бір салып алсаңыздар қышқылдылығы кетеді. Ал лимонның цедрасын толықтай цедрасы қажет болады. Осылайша видеода көрсетілгендей өткізіп аламыз. Барлық керек заттарды описание бөлімінде қалдырып кететін боламын. Міне цедрамыз дайын болды. Оны осылайша судың ішіне салып, кішкене араластырып жіберсеңіздер болады. Енді бұдан кейін лимон мен апельсиннің ешқандай соковыжималка қолданбай согын сығып аламыз. Видеода көрсетілгендей қолымыздың көмегімен басып жұмсартып аламыз лимон мен апельсинді. Одан кейін апельсинді екіге бөліп, пышақтың көмегімен ортасынан видеода көрсетілгендей тесіп аламыз да, қолымыздың көмегімен жақсылап тұрып согын сығып алатын боламыз. Лимонды да дәл осылайша соктарын сығып алатын боламыз. Одан кейін 3-4 сағатқа қалаған ыдысыңызға құйып, холодильникке салып қойсаңыздар болады. Өте дәмді лимонад болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген үміттемін. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Захинур.